Құрметті Сәтбаев университеті студенттері, сәлем. Бүгін бізде қонақта Көбәлі Азия университетіміздің 3-ші курс студенті. Академиялық атқырлық бағдарламасы бойынша 2 мәрте Оңтүстік Корея және Еуропаның Польша мемлекеттерінде бір семестр білім алып келді. Менің есімім Дарын, университетіміздің халықаралық ынтымақтастық кеңсесінде жұмыс істеймін. Жалпы Азия, өзіңіз туралы таныстырып өтсеңіз, қандай мамандықта оқисыз? Бәріне сәлем, менің атым Азия, мен Сәтбаев университетінде 3-ші курс студентімін. Және менің мамандығым автоматизация және роботизация. Дарынаға айтып кеткенде, мен уже осы академиялық мобильность программа бойынша Оңтүстік Кореяда Кёнсан университет технологияда оқып шықтым. Және Европада, Польша елінде Латинский университет технологияда оқып шықтым. Бүгін енді сол опытым жайлы кішкене айтып кетеміз. Жалпы академиялық ұтқырлық дегеніміз не? Академиялық ұтқырлық біздің университетіміздің серіктес университетінде бір семестр алмасу бойынша, келісім бойынша оқып келу. Әлемнің 190-нан астам университеттермен бізде келісімдер бар. Қазірде 31-ші мамырға дейін келесі семестрде, яғни 2025-2026 оқу жылының күзгі семестрінде бір семестр оқу алып келуге құжаттарды қабылдап жатырмыз. Кейінірек бұл туралы толық ақпарат береміз. Ал жалпы Азия, осы академиялық ұтқырлық бағдарламасы туралы қайдан білдіңіз? Сізді осы бағдарламаға қатысуға не түрткі болды? Енді кішкентай дисклеймер немесе бэкстори. Ең басында мен Сәтбаев университетіне түсем деп ойламадым. Басында, яғни басқа елдердің университетіне түсуге процесс жүргізіп едім. Мысалға айтсақ, мен Турцияға, Малайзия деген университеттерге түстім. Елдердегі университеттерге түстім. Бірақ соңында мен ата-аналармен кішкене беседа болды да, мен басқа елдің өзім жалғыз тұруға дайын емес деп ойлап, сосын Сәтбаев университетіне ент-аға 1-2 ай қалғанда дайындалдым. Сол себептен, Сәтбаевқа түскесін сразу International Office-ға бардым, мен басқа елге. Өткен алдын ала білдіңіз. Қай қалада оқу бітірдіңіз? Қандай мектеп? Мен өзім Оралда туылған болатынмын. 14 жасқа дейін сонда тұрдым. Простой общеобразовательную школу бітірдім. Орал енді кішкене русскоязычный страна болғасын. Город болғасын, немного так. Кішкене қазақ тілін 100%-дай сөйлеуге тырысам, бірақ енді. Қазір қанша тіл білесіз? 3. Қазақ, орыс, ағылшынша тілдер, сіздер жаңағы барғанда Польшада немесе Оңтүстік Кореяде, мен де айтып кететін болайын. Мен 10 жыл бұрын өзім студент болып жүргенде Польшаның Гливица қаласында Силезиялық техникалық университетте академиялық ұтқырлық бойынша бір семестр оқыған болатынмын. Ол кезде бізде польша тілін, поляк тілін үйреткен болады. Сізде солай тілдерді үйренген болдыңыз ба? Кореяда немесе Польшада? Оңтүстік Кореяға барардан бұрын жазда мен 3 курстық интенсивті кәріс тілін алдым. Бірақ менің қазір левелім A1, A2-ның арасында. Бастамасын білесіз. Ал Польшада оған дейін дым үйренгенімде біздің бірге барған студенттер, олар польский тілінің курсын алды, яғни бесплатный курс, басқа интернешнл студенттермен бірге өткен болатын. Бірақ менде академиялық кредит бойынша бар жауап тұрған үшін мен оны қарастырмадым. Сізде бірінші қайда бардыңыз? Польшаға ма, немесе Корея еліне? Ең бірінші мен Оңтүстік Кореяға бардым 2023 жылы, яғни 2-ші курста бардым. 2-ші курста, бірінші курста оқып жүріп, осындай дәл қазір, 2-ші курсыңыз күзгі семестріне бардыңыз. Яғни бізде қазір тағы да бір қоса айтып кететін жай, академиялық ұтқырлық бағдарламасына қаржыландырулар бөлінеді. Ол осы қазір көктемгі семестрде біз құжат қабылдаймыз, яғни бізде қазір қаржыландыру бар. Ғылым және жоғары білім министрлігінің қаржыландыруы, университетіміздің қаржыландыруы, және де көптеген Еуропаның біздің серіктестері бізге ұсынатын қаржыландырулар бар. Ол Erasmus Plus және DAT сияқты жаңағындай қаржыландырулар. Бірақ олар бізде жалпы конкурспен өтпейді. Ашық кезде біздің серіктес университетіміз бізге хабарласып, сіздердің университетіңізге осынша грант бөлінді деп айтады, және біз ол грантты сіздердің яғни студенттердің арасында конкурс жүргізу арқылы таңдаймыз. Сіз қандай қаржыландырумен бардыңыз Кореяға? Оңтүстік Кореяға Монарка. Жаңағы ғылым және жоғары білім министрлігінің қаржыландыруымен сіз қандай документтер, құжаттар өткіздіңіз? 2023 жылы қазірден кішкене айырмашылығы болды. Мен тапсырған кезде, яғни академиялық транскрипт, мотивационное письмо, IELTS, рекомендательное письмо, сосын IELTS немесе мұнда университетте алған тест тапсыру. Сосын кішкене академиялық соревнования, мероприятия солардан алған сертификаттар болды. Оларды да қостыңыз, Сіздің GPA қанша болды орташа? Есімде примерно 3-3-3-те 4 аралығы болды, IELTS болды ма, немесе тест тапсырдыңыз? IELTS болды, 2022-де IELTS-ты 7-ге тапсырдым. Жақсы. Негізі жалпы осы құжаттар сіздерге конкурсқа қатысу арқылы осы қаржыландыруларды жеңіп алуға рұқсат етеді. Кореяға сізге Кёнсан университетіне неге именно сол университетті таңдадыңыз?
По идее, мен тапсырған кезде маған сол именно Кимсо университетінің Кәріс рекомендация берді. жігіттері ұнаған ғой сізге. Это я кей-поп любила дейсің. Кей-поп, иә. Ол кезде кей-поп любила, да. Сосын маған айтты, именно в основном тек Кимсо университетімен бізде сотрудничество, соған алып барамыз. Сосын сізбен бірге тағы 10 студент барады. Яғни бесеуі монарка, және қалған бесеуі өз қаражатымен. Сол себептен кішкене бірінші рет барған үшін қазақтар бірге болғанда енді кішкене более комфортно болады, более сейф. Ата-аналарыңыз да сізге мазаламас үшін әрине өте дұрыс жасаған екен. Сіздерге ол қандай қаражат, нені ақтап берді? Қаражат қандай? Монарка вообще күшті стипендиальная программа. Ақшасын айтпай қоямын, сколько дали. Но покрыли обучение, сосын туда обратно перелет, визовый сбор, және medical insurance. Страховка, иә? Және тұратын жеріңізге жаңағы ақшаны общежитияға немесе квартира. Негізі жалпы ғылым және жоғары білім министрлігінің қаржыландыруы сіздерге тегін оқу болады. Әлем арасында екі жердегі ұшақты төлеп береді, тұратын жерлеріңізді төлейді, және айта айтқанда визалық алымдарды және де денсаулық сақтау қорына ақша бөледі. Мен де осы жоғары ғылым білім министрлігінің қаржыландырумен барып келдім. Ол де маған Польша мемлекетіне дәл осындай ақшаларды қаржыландырумен бөлген болатын. Бізде де IELTS, дәл сол құжаттар министрліктің сұранымы бойынша осы қаражатты тапсыратын боламыз. Және де сіз ал екінші Польшаға бардыңыз, онда қандай? Екінші Польшаға барғанда мен өз қаражатым. Өз қаражат есебінен. Обучение бесплатно болды. Бізде айтып кететін бір жайт, студенттер біздің серіктес университеттерде бір семестр оқу үшін оқу кез келген университетте тегін болады. Тек ғылым және жоғары білім министрлігінің қаржыландыруымен бір рет қана жеңілдеу болады қаржыландыруда. және де екінші рет сіз университет қаржыландыруымен барасыздар болады. Университеттен сіздерге де жаңағындай ұшақпен сіздерге барып келулеріңізді ақтап береді, медициналық страховка және визалық алымдарды өтеп береді. Қалған өз Қазақстанда алып жүрген. Және де бұдан бөлек, бұл қаржыландырудан бөлек сіздер Қазақстанда алып жүрген шәкіртақыларыңызды ары қарай ала бересіздер. Сіз мысалы осы үш елді салыстырсаңыз, Қазақстан, Оңтүстік Корея және Европаның оқуының айырмашылықтары неде? Айырмашылықтары үлкен. Оңтүстік Корея особенно. Оңтүстік Кореяда мысалға менде қанша? 3 дисциплина алдым. Екеуі өзімнің профильный. Біреуі ол физкультура туралы өте ұнады. Яғни Кореядағы физкультура сабағы. Кореядағы физкультура вообще басқа. Мысалға айтсақ, менде базовый мысалға компьютер нетворк және электроник circuit study деген дисциплиналар алған болатынмын. Оларда көбінесе осылай 2 сағат аптасына мысалы 4 сағат және 2 сағаттан сабақ болады да. Бірінші жартысында лекция өтеді, және екінші жартысында практика өтеді. Физкультурада да? Жоқ, физкультурада қазір вообще басқа. Сол 2 сабақта да примерно сондай болды. Өте мұғалімдер өте жақсы, саған көмектесуге тырысады. Ағылшындары айтарлықтай енді өте қатты күшті емес, бірақ оған қарамастан саған енді поддержка береді. Ал физкультура бойынша мен оны Natural Environment Sports деген курсты алдым. Бірақ оның ішінде кемпинг деген курс. Яғни біз семестрда бір рет провинцияға 30 километрмен велосипедпен туда-обратно барып келдік біздіміз қаладан, и там ночевка болды. Яғни кемпинг деген осы ғой, иә? Сен көптеген жағдайларда осындай жаңағындай activity, бізде миымызға қалады, иә? Және де осы 2-3 Польшада, Европада оқу? Польшада кішкене славянская страна болғасын, кішкене Ресейме біздің учебный процессқа кішкене ұқсайды. Мысалға айтсақ, біз сияқты лаборатория, лекция, практика бөлек-бөлек өтеді. Бірақ оларда кішкене практикаға көп маңыз бөледі. Яғни бізде лабораториялық жұмыстар кәдімгі станоктарда үлкен осындай бөлмелерде өткен болатын. Және де оларда, мысалға, бір сабақ болды, менде Digital Systems курс деген. Сол сабақта бізде общий балл 3 тест бойынша алуға болады. Яғни экзамен болмады да. Просто лабораториялық жұмыстарда. Орта балдардың соңында есептеп шығарады. Менің де есімде бізде дәл сондай сабақтар, лабораториялық, практикалық сабақтарда өттік, станоктармен жұмыс істедік. Және де бір айтып кететін жайт, менің есімде оқудың соңында экзамен тапсырып, құлап қалсаңыз, бірінші экзаменнен 3 рет тапсыруға болады. Бірінші экзаменнен құлайсыз, екінші экзаменнен, үш мүмкіндік береді. Бұл деген өте жақсы. Және де мен де бөлісетін жағдай, бұл жаңа Польшада оқып жүргенде бізде қазір бар ғой академиялық бостандық, иә? Өзіңіз таңдайсыз, қай күн сабаққа барасыз, қандай пәндерді аласыз. Бізде солай, бізде 10 студент болып бардық. Мен Еуразия ұлттық университетінде оқыдым бакалаврды, және сол кезде біз 10 студент
үлкен делегациямен жаңағы оқуға барған болатынбыз. Және де бірден жаңағы жарты жылға оқуды аптаның 3 күніне ғана бөліп тастадық. Қалған 4 күн шетелге, жаңағы Еуропа жақын болғандықтан мемлекеттер бір-біріне біз басқа елдерге сапарға шығып отырдық. Бұл біздің жаңағы академиялық оқыту бағдарламасының бір қаймағы деп болады. Өйткені көп елге көруге болады. Және осы екі елде болдыңыз, осы екі елдің мәдениет айырмашылықтары қалай болды? Сіздерге Қазақстанның студенттері ретінде қалай қарады? Сіздерге бір қандай да бір қысқышылық болды ма? Қалай айтып кетсеңіз осы. Енді оңтүстік Корея енді азиаттық страна. Қатты расизм или ксенофобия ондай болмады да. Бірақ мәдениеті бойынша кәріс адамдар кішкене закрытый, немного интровертный, және мысалға айтсақ, кәріс адамдармен достасқың келсе, енді усилие. Жабық дейсіз ғой. Иә, кішкене жабық, өздерінің сондай ерекшеліктері бар. Япония. Бұл азиаттарға жалпы тән бір жағдай бар, иә. Мен Қытайда оқыдым, тоже сол жақта дәл сондай. Иә, Қытайда мен магистратурада оқыдым. Сол жерде де білемін, қандай екенін. Күліп тұрса да ол ішін негізін ашпайды. Бұл жалпы азиаттықтарға тән құбылыс. Сондықтан ары қарай сосын оңтүстік Кореяда оған қарамастан ағылшын тілі орысшаға қарағанда деңгейлері кішкене төменірек. Бірақ төменірек емес, мысалға айтсақ, олар кішкене стеснительный деп ойлаймын. Себебі мен кәріс достармен сөйлестім. Олар ағылшындары жақсы, бірақ кішкене оны көрсетуге ұялады. Ал Польшада саған прям достасқың келеді де, барлық ағылшын тілін саған бетіне қияды. Барлығын айтады, иә? Барлығын айтады. Сосын Польшада маған ұнаған бір себебі кішкене орыс тіліне кішкене ұқсас. Және супермаркеттерде мысалы творог деген, прям творог деп жазылып тұрады да, тек ағылшынша латиналармен. Сосын кейбір сөздер орыс тіліне өте қатты ұқсаспайды. Өтіп кетесің де орыс тілі деп ойлап қаласың да, бірақ ол оказывается поляк тілі. Дәстүр бойынша Польшада кішкене скандинавиялық мемлекеттерге ұқсайды. Қатты ашық емес, американецтер сияқты ашық емес, бірақ Кореяға қарағанда более-менее коммуникабельный. Сіз жаңағы Польшадағы қай қалада болдыңыз? Қай университетте болдыңыз? Лодз техникалық университетте. Бірақ поляк тілінде луч дейді. Луч? Не себепті? Білмеймін. Жақсы. Лодз қаласы, мысалы, көптеген Польшаның елінің мемлекетінің жаңағы университеттері студенттік қалаларда орналасқан, яғни ол қалаларда көп студенттер. Мысалы, мен болған Гливице қаласында 80 мың адам болып тұрды. Кішкентай қала, бірақ соның 50% студент болды. Сізде де жаңа Лодз қаласының қандай ерекшелігі болды? Лодз қаласы, менің бір досым айтты, Лодз қаласы Париждан үлкенірек деп. Үлкенірек, Иә, өте үлкен, бірақ небоскрептар ондай қатты көп емес. Кішкентай қала сияқты жалпы Польшада ондай қатты көп болмады. Архитектурасы маған ұнады, қатты еуропейлік стильде емес, бірақ более такой минимализм ретінде бар. Және де студенттерге арналған қыдыратын жерлері бар, парктар өте көп маған ұнаған. Мен өзім табиғат жақсы көретін адаммын. Парктарға кампустың арасында ішінде көп парктар бар. Сосын Петраковская стрит деген бар, біздің Арбат сияқты. Сонда шопинг жасауға болады, кофе ішуге болады. Көп нәрсе есіңізде қалды, иә. Ал сізде жалпы оқып келгесін қандай да бір академиялық тұрғыда қиыншылықтар болды ма? Сабақтарыңызды қалай жаптыңыз осы жақта? Соны айтып берсеңіз, қалай процесс туралы? Ең біріншіден, сіз көшіретін болсаңыз, не прокатит. Оңтүстік Кореяда болмайды. Даже не старайтесь. Оңтүстік Корея мен Польшада екеуінде де... Мен көшірген бір-екі рет есімде. 10 жыл бұрын. 10 жыл бұрын болған шығар ол. Сейчас уже не прокатит. Так, қандай вопрос болды? Оқу үрдісі, академиялық пәндерді таңдау, осында келгесін ол кредиттер қалай жаптыңыз, стипендияңызды сақтап қалдыңыз ба? Сол туралы. Оңтүстік Кореяда және Польшада мысалға ең бірінші дисциплина таңдау. Яғни ең бірінші менің советім, advice. Университет таңдау алдында өзіңіздің специальность пен сол специальностьтің арасында курс, чтобы совпадало. Кредиттары совпадать етеді, және силабустары кішкене ұқсас болу керек те. Мен көбінесе ChatGPT-ні қолдадым, честно, чтобы мысалы біздің университеттегі курс лист пен сол университеттегі курс листтарды бірге қосып, қайсысы бір-біріне жарамды екенін айтып береді жаздым да, және содан кейін сол жаққа жаздым. Жалпы осы сіздерде оқу үрдісінде екінші курс студенті болғандықтан, сіздер мысалы көптеген мамандықтың пәндері болмағандықтан, сіздер ол жақта таңдау оңай болды, Кореяда. Және де көптеген сізде элективті пәндер бар, психология, философия деген, оларды сіздер онлайн алуларыңызға болады. Бұл жайында айтып кетуге болады. Әскери дайындықта, мамандықта өтіп жатқан
әскери кафедрасынан өтіп жатқан студенттер оқуға барып келіп сосын жалғастыруға болады. Ол да сіздерге қиыншылық болмайды. Яғни сосын алдын ала сіздер пәндерді таңдайсыздар, сол жақта оқып келесіздер, бағаларыңызды осында алып келесіздер, және де сол пәндерді бір-біріңізбен кредиттердің трансфер жасалады. Ол алдын ала келісу бойынша, оны да айтып кеткен жөн. Және де осы екі елде қанша көп достар адамдармен таныстыңыз ба, және де Польшада, Еуропада қай мемлекеттерге бардыңыз, сол туралы айтып берсеңіз. Мен қатты үлкен коммуникабельный адам емеспін, интернеттен, бірақ оңтүстік Кореяда маған сол ғана болды. Корея адамдармен жақсы достасып кеттім. Именно сол кемпинг сабағында мен 5 достай таптым, кәріс адамдар. Ал ивенттар өте көп өтті, яғни international student триптар болды, Пусан қаласына 2 трип болды. Сосын Кёнджу провинциясына бір медицинский фестиваль ма, сондайға барып келдік. Көптеген мысалы Тайвань, Камбодия, Индия, Ресей көптеген елдерден студенттер келіп оқыды. Академиялық оқытушылық деген жалпы тек қана оқу емес, ол мәдени алмасу басқа елдің студенттерімен. Европада енді там Азия странасында көп адамдар болмады да, көбінесе поляктар, Европадан көп адам болды. Менің көптеген достарым Франциядан оқиды, Испанияда оқиды. Сонымен қатар Скандинавияның страналары, Швеция, Норвегия, сосын Германиядан көп студенттер болды. Солармен жақсы достасып кеттім. Ал Европада саяхат туралы айтып кетсем, ең қызығы сол ғой, студенттердің көп баратын. Ақша жинаңдар достар. Ең бірінші барған бұл Австрияда Вена қаласы, содан соң Францияда Париж және Петроград деген Нормандия деген регионы бар, соған барып келдік. Біз Францияда қанша 5-6 күндей болдық, өте ұнады. Содан соң қайда барып келдік біз? Көп страна деп. Содан қайдан Польша возвращать еттік те, содан Польшадан кейін біз Прагаға бардық. Прага әдемі қала, иә? Өте әдемі қала, готическая архитектура ұнады. Біз как раз именно Крисмас маркеттерге бардық та. Сізде ол жаққа да күзгі семестрде бардыңыз? Күзге бардық, именно күзгіге барамын. Барғым келсе Крисмас маркеттерді көргім келді. Яғни Крисмас уақытында сіз Прагада болдыңыз ба? Иә, себебі бізде Крисмас кезінде бізде 12 күндік демалыс болды. Бізде де дәл солай болды. Мен достарыммен Барселонада болдым. 2 апта, Испанияда. Жақсы болды, иә. Сол Прагадан кейін мен Амстердамға барып келдік, Нидерландияға. Өте қатты, өте әдемі қала. Европаның басқа елдеріне ұқсамайды. Кекс жедіңіздер ма? Біздің студенттер айтып жатады сол туралы. Жеді ме? Жоқ, жеп жемеген, бірақ олардың культурный емес қой. Жалпы, иә. Өте жақсы, яғни жаңағы ішпейін дейсіз ба? Корея, яғни Германияға бардыңыз, Францияға бардыңыз. Сосын Брюссель. Өте жақсы, Бельгияда болдыңыз. Сосын Дания көп. Ұмыт кетіпсіз ғой көп жерлерді, иә. Скандинавия елдерінде болыпсыз, Нидерландыда болыпсыз, және Прага. Өте керемет. Ол және мен айтып кеткен ең басында Еуропаның мемлекеттері бір-біріне өте жақын болғандықтан, және академиялық бостандық болғандықтан, сіз өздеріңіз таңдағандықтан оп-оңай жоспарлап бір елден бір елге автобуспен де баруға болады, пойызбен де баруға болады, ұшуға да болады. Біздің кезіміз, мен оқыған 10 жыл бұрын оқыған кезде біз 20 евроға Норвегияға ұшып барып келуге билет алғанбыз. Дәл қазір сондай бағалары арзан лоукостерлармен бір елден бір елге барып келуге 10 мың теңгеге ұшып келуге. Италияға да. Ол да бір академиялық оқытуға қатысудың үлкен бір жағдайы. Жалпы осы біздің академиялық оқытулық жайында түйіндей келетін болсақ, академиялық оқытулықта студенттерге баруға, яғни ұсынасыз, иә? Ол академиялық оқытулыққа бір барып келгесіңіз, ол үлкен көзіңізді ашады, мемлекеттерге көресіз, ары қарай шетелдік үздік оқу орындарында білім алуға сізге қадам басуға үлкен мүмкіншілік береді. Иә, студенттер, Азия, рахмет сізге бүгінге. Бөлісіп отырғаныңызға, өзіңіздің жеке тәжірибеңізбен. Студенттер, сіздерді барлықтарыңызды осы академиялық оқытулық бағдарламасына қатысуға шақырамыз. Бұл тегін оқу, мемлекеттен қаржыландыру, университеттен қаржыландыру бар. Барлық толық ақпаратты сіздер мұнай ғимараты 302-ші кабинетке келіп білсеңіздер болады. Әрқайсыңыз ол сіздерге ағылшын тілін білмесеңіздер, ағылшын тілін кафедрасында бізде тест тапсыруға болады. Сондықтан да алдын ала дайындалып, жоспарлап бізге келіп мағлұмат алсаңыздар болады. Рахмет Азия сізге. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.